Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын салатпен бөліскім келеді. Үйіңізге аяқ асты қонақтар келгенде, дастарханға қойған кезде де ұялмай қоятындай салат. Видеоны өткізбей мұқият қараңыздар. Ең алдымен біз тауықтың етін тұзды суға қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін біз картопты теркадан өткізіп, крахмалын шығару үшін суға жақсылап шаямыз. Содан кейін тұз сеуіп бірден қуырамыз. Мен ешқандай майлыққа кептіріп олай жасамаймын, бірден қуыра беремін картопты. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы жерде мен сұйық майды орташа отқа қыздырып алдым жақсылап. Осылай картоп қызарғанша қуырамыз. Енді тауық етін осылай соломка етіп тураймыз. Мына жерде жұмыртқаларды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін бізге қияр қажет болады. Қиярдың осылай сыртқы беттерін ғана теркадан өткіземіз. Ортасындағы жұмсақ жерін қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін бізге алма керек. Алманың қабығын ашып тастаймыз. Осындай алма болғаны дұрыс. Өзі сондай кисло-сладкий деген бар ғой, езіліп тұрмайтын алма болғаны дұрыс. Кейбір алмалар ұнтақталып тұратын алмалар болады ғой, ондай алмаларды қоспай қойғаны дұрыс. Осылай теркадан өткізіп аламыз алмамызды. Одан кейін жаңғақты осылайынан турап шығамыз. Міндетті түрде жаңғақ қосқаны дұрыс, өйткені өте дәмді болып шығады. Содан кейін достар, мен бұл салатты осы жерде қабат қып қойдым. Негізі картофельні пайды ғана алып қойып, қалған барлығын майонезбен бір ыдыста араластырып қойсаңыз да болады. Содан кейін ғана барып үстіне картофельні пайды салсаңыз болады. Және де достар, бұл жерде картофельный пай тек әсемдік үшін ғана емес, картофельный пай өте жақсы дәм береді кез келген салатқа. Осы картофельный пайдың үстіне осылай жаңғақтарды қойып шықсаңыздар да болады. Егер дастархан жасап жатсаңыздар, осы салатты жасап көруге кеңес беретін едім. Өте дәмді болып шығады, жасап жатсаңыздар ас болсын.